бұл сағаттық сабақта үйретілетін негізгі мазмұндар бұл домбыраның осы нөлден басталған кезіндегі негізгі осы машықтардан түсетіліп шығатын кішігірім қарапайым өзімізге қолайлы қолымызды жүгіртетін кішігірім осы машықтардан басталады бәрі. Ал бұл машығымызда қағысымыз ана кезек. Ал енді жаңағы машығымызды қайта шертеміз. Ал бұл машықтың бірінші бөлімі, екінші бөлімі Ал енді жаңағы машығымыз машығымыздың негізгі мазмұны бірақ шертілу қағидасы осылай. Ал қол қағысымыз ана кезек қана. Бұл қағыс негізі ең оңай қағыс. Ал енді бір машық. Ал енді мына жерде шерткен кезде мен не үшін мына ланы мына жерден алмай мына жерден алып жатырмын дегенде, бұл кезде мына ла мен мына ланың қайсысын істесеңіз де негізі ұқсас. Өзіңіздің қолыңыздың мына ыңғайлығына қарай істесеңіз болады. Ал енді мен сіздерге мынаның нотасын айтып берейін. Ал бұл дауыс ла болды. Ладан кейін мына бір шекті тастап кетсек, бұл ши болады. Ла, ши, до. Ал мынау ең түбіндегі перне бұл рей. Бұл going рей. Осылай келеді. Ал үшінші шектегі ноталар мынау ми, фа, со, ла, ши, до, ре, ми, фа, со, ла. Ал астың шегіміз ре, до, ши, ла, со, фа, ми,
Ал бос шегіміз мына негізі бұл күйші өткенде со мен рей. Астыңғы шегіміз со, үстіңгі шегіміз рей. Әрқандай осы халық күйдері болсын, не болмаса басқалай күйдері де болсын, со мен рейға теңшеледі негізі. Бұл 10 бұрау болады. Ал бағанағы машықтарымызды қайтадан бірыңғай шертеміз. Машығымыз болды. Ал енді екінші машығымыз ал бұл жерде ескерте кететініміз со төмен қағыс ла, со ла ши до. Мына жерде кезек аламыз. Со төмен, ла жоғары, ши төмен, до жоғары, рей деген қағысымыз бұлай болады. Рей, ши, до, ла, ла. Енді аяқталады. Рей, до. Тағы да оқшаш. Рей төмен, до жоғары, ши төмен, ла жоғары,